бүгін ерекше қуаныштымын. Осындай кеш ұйымдастырылғанына көрменің BI Group холдингіне және ризамыз ұстаз осы жобаның ұйымдастырылуына. Себебі бұл жобаның ұйымдастырылуы қазір карантиннен кейінгі мұғалімдердің күнделікті еңбегінің бағалауы деп есептеймін. Соңғы 3 жылда ұстаз мәртебесі көтерілуде. Оған себепші біздің министрлігіміз. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Жылдан жылға мәртебеміз өсіп келе жатыр және жалақы да сонымен қатар өсуде. Бір үлкен тосын сый болды мен үшін. Мереке қарсаңында, білім күні қарсаңында өте сондай бір әсерлі бір көрме болып тұр мен үшін. Бүгінгі өтіп жатқан мерекелік іс-шараға тізімге қосылғанына қуаныштымын біріншіден. Екіншіден менің девизім, яғни ұраным ұстаз болу жауапкершіліктің шыңы. Бұл дегеніміз қазіргі таңда білесіздер, адам өмірінде екі маңызды сала бар. Ол біріншісі денсаулық, екіншісі білім. Жалпы осы жауапты маманда өте көп жауапкершілікті талап етеді. Білесіздер, денсаулық саласында адамның өміріне тікелей жауап береміз. Ал білім саласына келетін болсақ, өскелең ұрпақтың келешек адамның тұлға болып, яғни дұрыс, саналы, тәрбиелі, ақыл есі толыққанды қамтылған, дене бітімі сау ұрпаққа тікелей жауап береміз. Сол үшін менің түсінігімде ұстаз болу бұл шын мәнінде жауапкершіліктің шыңы. Елордамыз Нұр-Сұлтанға қадіріп келген болатынбыз. Бүгін Атырау көпіріндегі қазақ ұстаздарына, жалпы мұғалімдерге жасалып жатқан құрметті көріп, көңілімізді қуаныш кернеп жатыр. Әр жерде, әр уақытта ұстаздардың мәртебесі, дәрежесі биік болу керек. Сондықтан осындай адамзатты қыл көпірден, қиыншылықтан жарық сәуле шашып алып шығатын қашанда ілім мен білім болса, соның алтын қазығы ұстаздар. Ұстаздарға жасап жатқан құрметтеріңіз үшін осыны ұйымдастырып жатқан барша азаматтарға алғысым шексіз.